каналыма. Мен бүгін сіздерге Android смартфонымыз прослушкада бар ма, жоқ па екенін көрсететін пәрмендерді үйретемін. Ең алдымен біз телефонға кіреміз және зиждка решетка пәрмен теріп вызовты басамыз. Біз отправка запроса деп шығады және бұл мынандай тақта шығады. Қарасаңыздар, бұл жерде міне не переадресовано дейді. Бұл жерде бәрінде сөйтіп жазылып тұр. Ал егер сіздерде прослушкада болса, сіздерде бұл жерде какой-то бір номерлар шығады. Егер номерда шықса, ол прослушкада бар деген сөз. Міне екінші пәрмен тереміз. Зиждка решетка 62 решетка. Вызовты басамыз. Міне менде прослушкада жоқ екен. Ал егер сіздерде болса, бір номерлар шығады. Ол номерларды прослушкадан алып тастау үшін мына пәрмен тереміз. Решетка 002 решетка, сосын вызовты басамыз. Сәл тосамыз. Отправка запроса деп шығады. Және міне переадресация вызова все удалено выполнены успешно дейді. Переадресациямыз бәрі өшті. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, лайк басып қойыңыздар.